Әйтпесе ішің ауырады. Тағы біраз жеуіне болады. Ойнауға әлі ерте. Жүгіріп ойнағың келетінін білем. Бірақ мына сәбізді жеп алуың керек. Бір түстеш. Бір рет түстеш, өтінем. Ой, не болды? Саған не болды? Тамағыңа сәбіз тұрып қалып жөтеліп жатырсың ба? Әлде су ішу керек пе? Мына қап-қара түтіннің кесірінен екен ғой. Бұл сонда я дегенің ғой, я? Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттім. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, Жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Айдаһарды жуасыту. 7-ші бөлім. Көмектесіңдер. Өтінем, көмектесіңдерші. Ана жақта түтін басып кетті. Енді осы жаққа тарап жатыр. Қорқа бермесеңші. Бұл мен, Эквестрияның болашақ жеңімпазы. 346, 347, 349. Мұны атап өту керек екен. О, Пинки Пай, мерекені ұйымдастыратын уақыт емес. Бәрімізде сақтануымыз керек. Маған Понивилиядағы барлық пониге жететін әуе шары керек. Түтін шықса демек өрт болып жатыр. Тоқта! 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Пинки Пай, енді бәрін қайтадан бастауым керек. Жаңа жерде бәрін қайтадан бастауымыз керек. Өйткені... Дэш, тұра тұршы! Өтінем, сөзіме құлақ салыңдар. Бұл қауіпті жағдай. Тыңдаңдар. Эквестрияға түтін тарап жатыр. Мәссаған! Сұмдығай. Мен де соны айтқым келген. Уайымдамаңдар. Мен жаңа ғана Селесия ханшайымнан хат алдым. Ол түтін өрттен шығып жатқан жоқ деді. Жақсы болды ғой. Бәріне кінәлі Айдаһар екен. Айдаһар! Эквестрияда Айдаһардың не істеп жүргенін түсіндіретін жан бар ма? Ұйықтап жатыр. Селесия ханшайымның айтуынша ол ұйықтап жатыр. Қорылдаған кезде осындай түтін шығады екен. Ол дәрігерге қаралу керек. Оның ұйқысы дұрыс емес қой. Әйтеуір, өрттен шыққан түтін емес екен ғой. Енді оған не істеуіміз керек? Не істейміз дейсің бе? Оны міне былай оятамыз. Былай! Жоқ, оны басқа жерге барып ұйықтауға көндірейік. Бұл Селесия ханшайымның тапсырмасы. Мұны қалайда орындауымыз керек. Егер орындай алмасақ, Эквестрияны 100 жыл бойы түтін басар. Ұйқыдағы арумен сөйлесіп көрейік. Мені жақсылап тыңдаңдар. Маған қажет заттарды жинауға көмектесулерің керек. 1 сағаттан кейін осында кездесеміз. Достар, естідіңдер ме? Эквестрияның тағдыры біздің қолымызда. Бұл істі ойдағыдай атқарып шығуымыз керек. Қолымыздан келеді. Негізі... Осы дұрыс сияқты. Алға! Алға! Бармасақ болмай ма? Ал достар, жақсылап тыңдап алыңдар. Мен ең жақын жолды таңдадым. Кеш батқанша тауға жеткіміз келсе, тездетуіміз керек. Тауға ма? Айдаһар ана үңгірде ұйықтап жатыр. Ол жер өте суық шығар. Оның рас. Тау биіктеген сайын суық болады. Мойын орағы шалғаным жақсы болды ғой. Әдемі екен. Иә, оны мен жылы жүретін болдың.
кешірші, Спаркл. Қолың бос емес екенін білем. Иә, бұлай жүруіміз керек. Маған 1 минут бөлсең жетеді. Аха. Жоқ, мына жерді айналып өту керек. Мен тек осында Панивилияда қала берсем қайтеді? Аха. Онда осында қалып, Тоқта, сен баруың керек. Сен жабайы жануарлармен тіл табыса аласың. қолымнан келмейтін шығар. Панивилиядағы достарыңды уайымдама. Спайк бәріне өзі қамқор болады. Маған сенім артуыңа болады. Ой, мен үшін бұл қиын тапсырма сияқты. Мүмкін мен Флаттершайды ертіп барайын деп тұрсың ба? Ол тіпті өз көлеңкесінен қорқады ғой. Бізге кедергі болады ғой. Ол достарын уайымдап тұр ғой. Тауға жеткен соң қояды Дэш. Ал, достар. Алға. бірақ О, бұл не сонда? Айдаһар қорылдағанда осындай дыбыс шығарады. биігін ай. Көрмей тұрсыңдар ма, бұл тау ғой. Мен барып не болып жатқан көріп келейін. Тоқта, ол жаққа бәріміз бірге баруымыз керек. Бір-бірімізге қорған болғанымыз жөн. Ал, жарайды. Айдаһарлар өздерінің үңгірін асыл тастармен безендіргенді жақсы көреді деп естіп едім. О, егер бәрі ойдағыдай болса, асыл тастарынан сұрап алам. Менің үңгіріме қош келдің, Рарити. Бриллиант аласың ба? Қыздар, мұнда көңіл көтеру үшін келген жоқпыз. Флаттершай, сен жабайы жануарларды жақсы білесің ғой. Айдаһардың түрі қандай болады? Флаттершай. Ей, қайдасың? Сен арнайы шақырту керек пе? Менде шақырту бар. Бұл өте қорқынышты ғой. Бұл жай ғана жартас қой. Оған ұшып шығуыңа да болады. Міне былай. Қане, Флаттершай, біз сені күтіп тұрмыз. Қанатыңды жай. Жарайды. Қап. Біздің бұған уақытымыз жоқ. Не істеп жатырсың? Оны басқа жолмен апарсам ба деп едім. Басқа жолмен бе? Уақытымызды алатын болды ғой. Уайымдама, Спаркл. Біз сендерді қуып жетеміз. Тағы да жеңдім. Қатарынан 35 ойын. 71-ші жеңісің бе? Біз жеттік ау. Әне, уақытымыз босқа кетті. Сенің кезегің, Флаттершай. Бірақ мына жер тым терең екен. Қане, Флаттершай, онсыз да жол ұзарып кетті. Жай ғана секіре салсаңшы. Мен қорқам. Қорқатын түгі жоқ. Қарашы, көрдің бе? Қара. Жақын қояр асымаға қарашы. Құр қарап тұрмай, секір бұлай. Бұған біздің уақытымыз жоқ. Құр қарап тұрмай, секір бұлай. Секір бұлай, секір бұлай, секір. Жарайды. Мен дайынмын. Осылай? Жарайсың, қане? Иә. Төменге қарама. Ой. Мен секіруді ұмытып кеткен сияқтымын. Әр қарай жүрейік, картаға қарасақ, біз ең қауіпті жердеміз. Артық дыбыс шықса, тас көшкіні жүріп кетуі мүмкін. Сонда... Шш!
Мен сенің арқаңда аман қалдым. Тағы айғайлайықшы. Осындай сәтке деп артық сөмке алып жүру керек. Еш нәрседе ұмытпаған сияқтымын. Бізде артық сөмкеден де маңызды нәрсе бар сияқты. Кешіріңдерші. Жолға шығуымыз керек, достар. Иә, әрине біз... Қап, жоғары көтерілу керек. Кешіріңдерші. Сен кінәлі емессің. Флаттершайды ерткеніміз дұрыс па осы? Оны қазір анықтаймыз. Жетіппіз ғой. Рейнбоу Дэш, қанатыңмен түтінді ыдырат. Рэрити, Пинки Пай, сендер Айдаһар ашулана бастаса, оның назарын басқа жаққа аударасыңдар. Эпплджек, егер ол шабуылдаса, сенің амалдарың дайын болсын. Бірақ оған жеткізбейміз. Өйткені Флаттершай оны ояту үшін бар өнерін салады. Ал біз оған бұл жерге неліктен ұйықтауға болмайтынын түсіндіруге тырысып көреміз. Ал, дайынсыңдар ма? Жарайды, бастайық. Айдаһарды оятып, ашуына тимеудің қандай жақсы әдісі бар? Флаттершай, болды енді, жүрсеңші. Жүр. Дәл қазір баруымыз керек. Қазір. Айдаһардың ұйықтап жатқан әр минуты Эквестрияны түтінге тұншықтыра береді. Болшы. Мен үңгірге кіре алмайым. Тамаша! Ол үңгірден де қорқады екен ғой. Мен үңгірден қорықпайым. Не болды? Мен қорқам. Не дейсің? Мен Айдаһардан қорқам. Флаттершай, сенің ерекше қабілетің бар. Кез келген жануардың тілін таба аласың. Иә, Айдаһардан басқасының. Қойшы! Ашулы мантикордың өзін қалай жуастқаныңды көрдік қой. Иә, бірақ ол Айдаһар емес қой. Спайк Айдаһар болса да одан қорықпайсың ғой. Иә, бірақ ол үлкен қорқынышты, азулы, тікенекті, мүйізді, аузынан жалын шашатын понидің бәрін жұта алатындай дәу Айдаһар емес қой. Ол кішкентай Айдаһар. Флаттершай, сен Айдаһардан қорқатыныңды осында келмей тұрып неге айтпадың? Мен айтуға қорықтым. Айдаһардан бәріміз де қорқамыз. Мен қорқпаймын. Бұл Айдаһардан бәріміз қорқамыз. Бірақ осылай істеуіміз керек. Спаркл мен үңгірге кіріп, қолыңнан не келетінін көрсет. Мен кіре алмайым. Қорқам. Флаттершай. Мен үңгірге кіремін. Ол бізге қандай зиян келтіріп жатқанын білмейді. Солай ғой? Иә, солай. Айдаһар мырза. Ой, кешіріңіз. Айдаһар мырза. Жарайды, ояндыңыз ба? Танысып қояйық. Менің атым Twilight Sparkle. Спаркл, мен достарыммен Эквестрияда тұрамын. Яғни, Понивильяда. Біз сізден басқа жерге барып ұйықтауыңызды өтінейік деп келдік. Өйткені сіз қатты қорылдаған сайын қалың түтін шығады екен. Орын ауыстырмасаңыз, Эквестрия жүздеген жыл бойы тұман мен қараңғылықта қалайын деп тұр. Сіз түсінетін шығарсыз, иә? Басқа жерге барып ұйықтасаңыз қайтеді?
Екеуін тым ұзақ сөйлестіңдер ғой. Енді не істейміз? Бұл жағдайда өзімнің сұлулығымды пайдалануым керек. Мен барып келейін. Мазаңызды алсам кешіріңіз. Бірақ сізге жалыңыздың қандай әдемі екенін айтпай өте алмадым. Мұндай сұлулықты жүздеген жыл бойы үңгірде жасырып жатуға болмайды. Меніңше, мұнда ұйықтамауыңыз керек. Бәріне керемет қабыршықтарыңызды көрсетіңіз. Ал сіз ұшып кеткен соң, мен мына асыл әшекейлерді көріп... Әшекейлерге жақындап қалып едім. Мақсатымызға дегін келді ме, Рарити? Иә, әрине. Досмай, түрің күлкілі ғой. Дұрыс. Оны ашуландырмау үшін күлдіру керек. Сәлем! Ол күлгенді ұнатпайтын сияқты. Онысы бекер. Болды, жетер. Оны көндіруге, қызықтыруға да тырыстық. Пинки Пай да барын салды. Уақытты текке кетіргеніміз де жетер. Енді менің кезегім. Рейнбоу жоқ! Қане, тұр! Кешіріңіз. Мұныңыз не? Осылай бола ма екен? Тыңдаңыз мені, мырза. Үлкен екенмін деп өзгелерді ренжітуге болады деп ойлайсыз ба? Бәлкім түсіңіз үлкен, қабыршақтарыңыз өткір, деміңіз жалынды, қорылдағанда түтін шығаратын шығарсыз. Бірақ сіз, қайталап айтамыз, сіз менің достарымды бұлай ренжіте алмайсыз. Түсіндіңіз бе? Ал? Ана пони мені ұрды ғой. Өте өкінішті. Бірақ сіз одан үлкенсіз, сондықтан ақылыңыз да көбірек. Ұйықтап жатқан кезде деміңізден шығатын түтіннің Эквестрия тұрғындарына зиян екенін білуіңіз керек. Бірақ мен... Сөзімді бөлмеңіз, мырза. Ал енді маған не айтпақ едіңіз? Не айтқыңыз келді деп сұрап тұрмын. Болды, жыламаңыз. Сіз жаман айдаһар емессіз, тек ағаттық жіберіп қойдыңыз. Енді заттарыңызды жинаңыз да басқа жерге барып ұйықтаңыз. Сенің қолыңнан келетінін білгенмін. Саған бері кел дедім ғой. Флаттершай, сенің тіліңді қалай табады екені? Спайк, хат жазамыз. Қуана. Қымбатты Селестия ханшайым, айдаһар біздің елден кетіп қалғанын қуана хабарлаймын. Менің досым Флаттершай оны жуасытты. Бұл оқиға маған достарға деген сенімді ешқашан жоғалтпау керек екеніне үйретті. Олар біз ойлағаннан да күшті екен. Сіздің адал шәкіртіңіз Twilight Sparkle. Спаркл, мынаған қараш! Ол жаңа рекорд орнатайын деп қалды. 347, 348... Айдаһар! Неге күлесіңдер? Әлгі айдаһар қайтып келді ғой. Пинки Пай, қорқытып жібердің ғой. Яғни, мен ойымды жинақтауға кедергі келтіріп жатырсың. Өтінем, уайымдамашы, Дэш. Барлық пони мен сияқты батыл емес қой. Жетінші бөлім.
Курган бұтақтарды жинап ал, Рерити. Сен сұлулықтан басқа нәрсені ойлай алмайсың ба? Менен басқа кім ойлайды? Эпплджек, мыналар сенің кесіріңнен шашылды. Иә, дауыл тұрса бұдан бетер шашылады. Қураған бұтақтарды кесіп алмасақ, понилердің үстіне түсуі мүмкін. Түктсін сен бұйырмасын. Бірақ понилер не үшін кешке жауын жауғызып, ауа райын бұзғысы келеді? Өзің ойлап көрш, өткен аптада олар жауын жауғызуды ұмытып кетті. Демек осы аптада соның орнын толтыру керек. Қап, жалымның сәні бұзылатын болды. Тезірек қимылда, шаруаны аяқтап тастайық. Тезірек маған көмектес. Жауын күшейіп келеді ғой. Таптым. Мен мына жерді жинастырғанша ана жерге жасырын. Қап, енді қайттым. Тағы не болды? Тұяғымды бұлғағым келмейді. Саған ештеңе жақпайды екен. Тұяғың бұлғанса ештеңе етпес. Тұяғым лай болса, сәнденгеннен не пайда? Бірдеңе істеп көрмесең, ештеңе түсінбейсің. Мұның еш мәнісі жоқ. Бар. Жоқ. Бар дейм. Жоқ. Бар дедім. Жоқ. Бар дедім ғой. Жоқ деп тұрмын ғой. Тыңдашы мені, Эпплджек. Бір-бірімізбен ұрсып қалмай тұрғанда, доғарсақ қайтеді? Ал меніңше ұрысты үнемі өзің бастап жүресің. Жоқ, керісінше сен мені ренжітіп аласың да, артынан өкінесің. Мен ештеңе айтпайым. Мен де ештеңе айтпайым. Ендеше өз жөніңмен кет. Алдымен сен кет. Баспананы екеуміз бірге жүріп іздесек қайтеді? Солай істейік. Тездетіп табайық. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Нөсер. 8-ші бөлім. Мына жер құрғақ әрі жайлы екен. Иә. Бұл сұмдық қой. Эпплджек! Рерити! Эпплджек! Рерити! Дуайлай? Қыздар, тез үйге кіріңдер. Рахмет. Сеніңше нөсер кезінде үйде отырған дұрыс деп ойлайсың ба? Әрине, менікіндей сиқырлы найзағай тартқыш болса, үйде отырған қауіпсіз. Кіріңдер. Бізді шақырғаныңа рахмет, Дуайлай. Қонақ жайлығың үшін рахмет. Әдеп сақтасаңшы, бар жуынып кел. Өтінем. Мына мазасыз понидің жанында тағы біраз болсам шыдамым таусылатын шығар. Рас айтам. Күшті дауыл тұрады дейме? Бірақ понилер бүгін асыра сілтеп жіберді. Эпплджек екеуің үйге қайтатын шығарсыңдар. Қайтам деп айта алмаймын. Қаласаңдар, қала беріңдер. Спайк бір шаруамен Кантерлотқа кеткен. Бүгін үйде бір өзім болам. Эпплджек, екеуіңнің ұйқыларың келмейтін шығар. Ендеше үй қашар сауық кешін ұйымдастырайық. Иә, бірақ бүгін басқа шаруаларым бар еді. Ойымнан шығып кетіпті. Ақымақ басым. Түні бойы бұл жерде Эпплджекпен бірге бола алмаймын. Үй қашар сауық кеші. Осы сауық кештің нұсқаулығы. Сұрауға қорқатын нәрселерің бар. Білесің бе, Рерити, бұл өте сирек, керемет кітап. Мазмұнын оқып көр. Білесің бе, мен бұл сәтті ұзақ күттім. Оған да жеттік. Бірге көңіл көтереміз. Иә, ғажап. Мұнысы нес? Тоқтай тұр.
Сен маған тұяғымдағы лайды жу дедің. Ал өзің болсаң бетіңе лай жағып алыпсың. Бұл қалай? Ақымақ, бұл балшық маскасы деп аталады. Беттің терісін сергітіп жасартады. Біз бір-бірімізге маска жақтық. Солай істеуіміз керек. Кітапта солай жазылған. Ұйқашар сауық кеш жайлы нұсқаулық? Сағаттың қанша болғанын білесіңдер ме? Мен тез үйге қайтуым керек. Бір жерге кешігетін болдым. Қайырлы түн. Немесе біразға дейін осында болайын? Алақай! Көптен күткен сауық кеш! Ал мұның керегі не? Көздің астындағы ісікті кетіру үшін. Ісік деймісің? Мұны жеуге де болады? Жақсы болды ғой. Бәрін нұсқаулықтағыдай орындаймыз. Сонда сауық кеші көңілді өтеді. Естіген шығарсың, Эпплджек. Туайлайттың бірінші рет өткізетін сауық кешінің шырқын бозғын келмейтін шығар. Солай ма? Әрине, ондай ойым жоқ. Сен де тыныш жүретін шығарсың, е? Демек келістік пе? Жарайды. Білесің бе? Сен дөрекілік көрсеттің, Эпплджек. Ал сен болсаң, менің ығырымды әбден шығардың. Білетін болсаң, мен кез келген понимен тіл табыса алам. Сөйлесу қанша қиын болса да. Солай ма? Ал мен біле білсең өте сабырлы понимін. Сен қателесесің. Бұл ең көңілді сауық кеші болады. Алақай! Алақай. Сонымен, ал жағдайың қалай, Эпплджек? Жақсы, рахмет, Рерити. Бет әлпет тәрлеу. Болды, орындадық. Біз елестер жайлы хикая айтуымыз керек. Кім бастайды? Мен! Сендерге елес жайлы өте қорқынышты хикая айтып берейін. Ол өзінің ұқыптылығымен барлық пониді қорқытқан. Сенің де оны көргеніңе сенімдімін. Ол жайлы ешқашан естімеппін, бірақ мен одан да жақсы хикая білем. Бұл кірғожалақ тым дөрекі елес жайлы хикая. Ол алдынан шыққан понилердің бәрін қорқытқан екен. Бұл шын хикая емес, сен ойдан шығардың. Бұл елестер жайлы хикая, бәрі ойдан шығарылған. Қыздар, мен бір хикая білем. Басы жоқ жылқы туралы аңыз деп аталады. Бірде, қараңғы түнде, дәл қазіргідей дауыл тұрыпты. 3 пони біз сияқты ұйқашар сауық кешін өткізіп жатады. Соңғы пони өзін еркін сезіне бастаған кезде, дәл оның артында бірнеше сантиметр жерде басы жоқ жылқы тұрыпты. Елестер жайлы хикая орындалды. Ал енді, кімнің зефир жегісі келеді? Сосын зефирді шоколадтың үстіне қою керек. Мұның ең маңыздысы дәл ортасына қою. Сосын зефирдің үстіне 4 бұрышты крекерді қоямыз, сонымен болды, дайын. Сол да сөз болып па? Жей салу керек. Туф, тым құрыса бізден кешірім сұрамайсың ба? Кешірім сұрайын деп тұр едім, сөзімді бөліп жібердің. Кешіріңдер. Зефир, іс бітті. Ал енді келесі ойнайтын ойынымыз шыныңды не тілегіңді айт. Мен Эпплджек тым құрыса бір рет бір істі ұқыпты орындаса деймін. Солай ма? Ендеше мен Реритидің болмашы нәрселер үшін бәрін мезі қылуды доғарғанын қалаймын. Ұқтың ба? Ал меніңше, Эпплджек әр нәрсеге көңіл бөлуді үйрену керек. Ал меніңше, Рерити бәрінің ығырын шығара бермей, әркімнің өз ісімен айналысуына мұрша беруі керек. Басқаша ойнауымыз керек сияқты. Сіз басқа понидің қойған сұрағына шын жауап беруге немесе оның тілегін орындауға тиіссіз. Ал мен сенің далаға шыққаныңды және әдемі жалыңның су болғанын қалаймын. Ереже бойынша тілекті орындауым керек. Жарайды.
Жақсы. Мен Эпплджектің ең сәнді киім кигенін қалаймын. Ал ризасың ба? Әрине. Алмаған кезек келе ме? Мен сенің қаламыздағы жарысқа қатысқаныңды қалаймын. Ал мен сенің қаламыздағы жарысқа қатыспағаныңды Ал қалаймын. мен ұйқыға жатарда шашыңды қайта-қайта тарамағаныңды қалаймын. Ал мен шашыңды тым болмаса бір рет тарасаң деймін. Меніңше ойынды доғарып көңіл көтеруді жалғастыруға болады. Сонымен ережеге сай. Енді не істеуіміз керек екен? Мынау не? Жастық лақтыру? Жоқ. Мен білесіңдер ме, ондай дөрекі ойынға қатысқым келмейді. Қап. Қарай көр. Түсіндім. Жастық лақтырған көңілді екен. Қыздар! Қыздар, осымен доғарсақ қайтеді, Рәрете қойса, мен де қоям. Сен бәрін бастадың. Көңіл көтеріп болсақ, ұйықтасақ қайтеді? Лас тұяқтарыңды мен жаққа созба. Менің тұяғым лас емес. Лас болып еді ғой, әлде сондай шығар. Мүлде лас емес, қараш. Көрпен тартып алғаның не? Көрпені дұрыстап жаю үшін төсекті қайта салуым керек. Ай! Түрегел. Тоқтай тұр. Сен бәрін бүлдіресің. Иә, олай болмайды. Бәрібір мен жеңем. Сен мұны әдейі істедің. Иә, Тұр, көрпені дұрыстап жаям. даусың естілмей тұр. Мен ұйықтап жатырмын ғой. Көрпе керек болса оян. Бер. Бер. Бермейм. Бер. Бермеймін. Бер дедім. Бермейм. Бер. Бермеймін. Бер. 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 Жетер енді! Нұсқаулықта ұйқы сауық кеште бәрі көңілді жүру керек деп жазылған. Бірақ екеуіңнің кесірінен көңіл көтере алмадым. Мен онымен барынша тіл табысуға тырыстым. Жоқ, барынша тырысқан мен ғой. Жоқ, мен тырыстым. Жоқ, мен тырыстым. Мен. Жоқ. Ал енді риза шығарсыңдар. Екеуің менің алғашқы ұйқашар кешімнің шырқын бұздыңдар. Бет әрлеу, дәмді тағам жеу, жастық лақтыру. Сендер тағы не білдіре аласыңдар? Айтыңдаршы. Бұлай сұрағаным үшін кешіріңдер. Көрдің бе? Алаңдағы бұтақтарды жинастырсақ бұлай болмас еді. Айттым ғой саған. Бірақ мен... Жолымнан бұлай тұр, Бикеш. Уақытымды алма. Тоқтай тұр. Қарап тұра алмайм. Жетер енді. 1, 2, 3. Достар, дер кезінде әрекет жасау деген осы. Саған ағаш осында құлайды деп айтқым келген еді. Иә, ертерек айтуын керек еді. Өтінем, мені кешірші, Твайлайт. Болды. Мұның бәрі де дұрыс емес. Менің жатын бөлмемде алып ағаш жатыр. Мен білсем, кітапта бұл жайлы ештеңе жазылмаған. Бірде-бір сөз жазылмаған. Мүлде. Айтшы, не істеп жатырсың? Біреу шашқан жерді жинастырып жатырмын. Қалай ойлайсың? Ол кім болуы мүмкін? Меніңше сенсің.
велосипед, белбеу, бидай, мында үлкен бұтақ жайлы ештеңе жазылмаған. Рерити, өтінем, шаруаңды қоя тұрып, бұтақты шығарысып жіберші. Тез, мұнда кел дедім ғой саған. Тыңдашы. Мені кешірші, жарай ма? Не дейсің? Кешірші дедім ғой. Ағаштың құлайтынын айтқаныңда сені тыңдауым керек еді. Сенің оқыптылығыңның арқасында мұндай жағдай болмас еді. Бірақ қазір мұның бәрін ұмытып, маған көмектесуің керек. Қазір ең маңыздысы осы. Өтінем, көмектес. Өтінем. Үстім бұлғанады ғой. Мейлі. Ауыр жұмыс істегенде үстің міндетті түрде бұлғанады. Осыны біліп қой. Түсінші. Келісуің керек. Өйткені бұл істі жалғыз тындыра алмайым ғой. Маған сенің көмегің қажет. Бірақ, жарайды, іске кірсейік. Тыңдаңдар, сауық кешінің бағдарламасында таза ауадағы ойындар бар екен. Дайынсыңдар ма, қыздар? Түрім жаман болып тұр. Ендіше. Рахмет. О, ғажап! Бұлар қайдан пайда болды? Кітапта да жоқ екен. Қорадан үлкен бе? Жоқ, Ер тоқымнан кішірек бе? сендерде 20 сұрақтың 3-і ғана қалды. Таба алмайтын шығармыз. Ол кез келген нәрсе болуы мүмкін. Тым құрыса, жылы нәрсе ме? Не болды? Тоңып отырсыңдар ма? Үйді жылтып жіберейін. Жоқ, жұмбақтың шешуі жылы нәрсеме деп сұрап отыр. Солай ма? Жоқ, мұны да сұрақ деп санамаймын. Енді 2-ақ сұрақ қоя аласыңдар. Бұл... Алты аяқты, күлгін жалды, бетінде сепкілі, көзінде жұлдызы бар пони. Ол жер шарын шарлайды, сиқырлы алмаларды жасырады. Дұрыс. Рас па? Жоқ. Бұл телескоп. Мен тек сендердің татуласқандарыңа қатты қуанғандықтан жеңіле салдым. Ренжімеңдерші. Көрдіңдер ме? Бұл кешті дәл осылай көңілді өткізуге болар еді. Тек кейбіреулер сонша кінәмшіл болмаса? Және кейбіреулер тым салақ болмаса, көңілді өткізер едік. Дөрекі сөйлегенім үшін кешір. Жоқ, керісінше, мен тым дөрекі сөйледім. Демек дұрыс демегеніңді мойындайсың ба? Иә, дұрыс демегенімді мойындаймын. Мен дұрыс деген жоқпын. Жоқ мен. Жоқ мен. Жоқ мен. Жоқ мен. Жоқ мен. Сауық кешім сәтті өтті деп салтанатты түрде жариялаймын. Алақай! Көңіл көтеру орындалды. Енді солға қарай 2 қадам жаса. Жоқ, керісінше. Қай жаққа қарай? Ой, кітаптар сенің кесіріңнен шашылды, мен кінәлі емеспін. Кешір. Құрметті Селестия ханшайым, мінездері мүлде үйлеспейтін 2 понидің бұлай достасып кеткеніне сену қиын әрине. Бірақ бір білгенім, өзгенің кемшіліктеріне көз жұматын болсаң, достасып кетуге болады екен. Сонымен, ертеңгі үй қашар кешіме кім келеді? Келесі бейсенбіде өткіземіз бе? Әлде 2 аптадан кейін сенбі күні ме? Немесе бір айдан соң ба? Сегізінші бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған.